күндік оқуды әдістеме семинарға әскери жеткізу сәттілікті баяндап тұрған аға лейтенант Молдабеков. Саламатсыздар, Bir günlük оқу әдістемелік семинар ашып деп жаралайды. Burada туғанды Қазақстан Республикасының әнұраны ордам. Алтын көл аспаны, алтындан даласы, ерліктің астанары елеме қарашы, ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлің болып, егілімін, жырың болып, бірлемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Асылған уақытты мәңгілік досымдай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлің болып, егілемін, жырың болып, төлем елім, туған жерім менің Қазақстаным. Burada егін. Бүгінгі мынау нөмір 78-ші алма білім беретін мектепте бір күннің оқу. Жатыр, әзірді. Әз күн тәртібін нағыстырып өтейік. Жерде босада мынау ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші жәндегі сақтық дайындық. Оны іште әзір взвод командирлері өткізер. Ары қарап 10:35 пен 11:20-да әскери топография тақырыбы жерде картасыз бағдарлану, көкжиек тұстарын компас бойынша анықтау. Одан кейін баяндама 11:25 пен 12:10-да отанды қорғау абыройлы парыз. 12:15 пен 13 арасында сыныптан тыс жұмыс әскери бөлімнің офицерлерімен және олардың қару-жарақтарымен танысу. Одан кейін жәндегі хабарламалар, жәндегі аудандық білім бөлімінен Ғалым Боранбаев ағайымызбен, қорғаныс істер бөлімінен Бердібеков баяндама жасайды. Семинардың қорытындысы ары қарап жәндегі білім бөлімі мен қорғаныс істер бөлімі аяқтайды. Жалпы бағдарлама осы. Взвод, рота, оң жақпен мектепке ады біз. Қалғанда сақтайды. Жаңалықтарыңыз құтты болсын. Жаңалық өзінің жақсылығымен келе берсін. Әр бір отбасыға жақсылықтарын әкелсін. Сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Мынау атқарып отқан қызметтеріңізде абыройлы, белсенді қызмет атқара беріңіздер. Мынау бүгінгі семинарымыз нөмірі 58-ші 78-ші жалпы білім беретін мектепте өткізіліп жатыр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы әскери топография тақырыбы жергілікті жерде картасыз бағдарлау, көкжиек тұстарын компас бойынша анықтау. Сабақты өтетін осы аталған мектептің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушысы Кепимбаев Талғат ағайымыз. Дайынсыз ба? Дайын болсақ, біздің оқытушыларға келіп жатқан шығар. Алғандар келесіздер, бастауға Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі 72-ші жалпы білім беретін мектепке қош келіпсіздер. Ендеше сіздердің бірінші жақсы көңіл күйлеріңізді көтеріп алу үшін
Қыздарымыздың бір биі бар еді. Тамашалаңыздар бәрекелді. Солға. Түзет, тік тұр, назад, ортаға. Сержант Мырза, 10-шы әсінің оқу үйреншілері сапта тұр. Армысыздар оқу үйреншілер. Сау болыңыз тілеймін, сержант Мырза. Еркін тұр. Еркін. Оқу үйренші балда. Arka bürül. Arka bürül. Arka bürül. Arka bürül. Arka bürül. Arka bürül. Oku Yüren Filizbek. Oku Yüren Şavuklu. Oku Yüren Şivhan. Oku Yüren Şasa. Oku Yüren Şasa. Zot, birikке sanal. Бірінші, екінші, бірінші, екінші, екінші. Бірінші. Санау аяқталды, сап толық емес. Zot, ек қатарға саптау. Bir adım alғанды, бас. Сол, гра. Топқа бөліндік, бірінші және екінші топты. Бірінші топ. Оқу орны ады, бас. Екінші топ.
Дайынбыз ба? Ал бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы әскери топография, жергілікті жерде картасыз бағдарламау. Жазып қойыңыздар. Кім айтады? Үй тапсырмасына не берілді? Оқу үйренші Мұстафин үй тапсырмасына жарықшаққа қолданады. Дайынбыз ғой? Үй тапсырмасын сіздермен сұрақ жауап жарыс ретінде өткіземіз. Жарысымыздың тақырыбы кім мерген тақырыбында. Қазір сіздерге аттарыңыз жазылған. Мына нені алам, оқимыз, сол шығып жауап береміз. Сапарбек. Мен? Шық. Мұстафи. Мен? Шық. Ілесбек. Мен. Шық. Жасұзақ. Мен. Аманқол. Мен. Шық. Еру. Мен. Шық. Мынау шардың ішіне үй тапсырмасына қатысты сұрақтар жасырылған. Бірінші қатардан екінші осылай қайсы шарды жаратыңыз не бастап, содан кейін жарып ішіндегі сұраққа жауап береміз. Өзім оқытып беремін. Бастаңыз. Мына жерде тұрыңыз. Қайсы жарат? Атым байласа, мынандай мен не бастап. Қайсы? Жақындап, сәл жақындап. Сәл жақындап. Сұрағымызды оқыңыз. Қорғану гранаталарының шақтарының ұшу радиусы қанша? Қорғаныс гранатасының ұшу радиусы қанша? Қанша? 100. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Ұшу радиусы 100 метр. Келесі. Тез. Кім мерген тақырыбында өтіп отырмыз? Келесі. Шық. Дәлдеп жақ. Гранаталар қандай түрлерге бөлінеді? Екі түрге бөлінеді, шабуылдық және қорғаныс. Дұрыс па? Келесі. Калашников автоматтың оқ жатар сенімді қандай? 30 патрон. Дұрыс па? Келесі. Түнгі көздеуші бар автоматты бөлшектегенде не істеу керек? Түнгі көздеушіні босату керек. Түнгі көздеушіні бірінші Босату керек. Келесі. Оқ жатарда қалай босатамыз? Оқ жатарда қалай босатамыз? Төмен жағын итереміз. Дұрыс па? Келесі. Тез жауап
Келесі. Ол гранттың мақсаты қандай мақсатта қолданылады? Ол жауынгерлікті ату мақсатына қолданылады. Ал екіншісі толық бөлшектеу қашан қажет етеді? Ол Автоматты толық бөлшектеу қашан қажет етеді? Ол ластанғанда, жөндеу кезінде. Ластанғанда жартылай бөлшектейміз. Толық бөлшектеу қай кезде қажет етіледі? Автоматтың істен шыққан кезде жөндеу кезінде толық бөлшектеу қажет етеді. Барлығымыз жауап бердік па? Сен атпадың ба? Көш. Жақын жерде бар. Жақын жерде бар. Бол көресің. Қайсысы? Гранатасы. Дұрыс. Үй тапсырмасын қорытындылады. Ал енді бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы әскери топография. Әскери топография жергілікті жерде картасыз бағдарлану. Жергілікті жерде әрбір әскери қызметші тек қана атысты, тактиканы меңгеріп қоймай, өзінің тұрған жерін бағдарлай білу қажет. Бұл не үшін керек? Жау позициясына қарсы өзімізге позиция құру үшін, өзіміздің тұрған жерімізді мәлімдеу үшін жергілікті жерді бағдарлай білуіміз қажет. Жергілікті жерді қандай нелермен бағдарлаймыз? Бірінші, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде Адриан компасы деген бар. Адриан компасы. Міне. Одан кейін күн арқылы, одан кейін жергілікті жерлер арқылы, аспан денелері арқылы көкжиек тұстарын анықтаймыз. Көкжиек тұстарын бірінші анықтау үшін, көкжиек тұстарымыз дегеніміз не бірінші? Кім айтады? Көкжиек тұстары. География сабағынан сіздерге белгілі көкжиек тұстары. Көкжиек тұстары дегеніміз не? Оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс. Осы мынау қазақта сөз бар, төрт құбыламыз деймін. Төрт құбыламыз солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс деген. Енді компас арқылы көкжиек тұсын қалай анықтаймыз? Компастың магниттік тілі бар, магниттік меңзері бар, шкаласы бар. Әрдайым қай жерді көрсетіп тұрады? Не үшін солтүстікті көрсетеді? Солтүстікте магниттік өріс басым болғандықтан сол жақты көрсетіп тұрады. Бірінші, істеп тұрмаған білу үшін мынаны қойып аламыз. Сол жерге мына солтүстікті көрсетіп тұрған жағын біліп аламыздан бір металды әкеп, мына жерге 2-3 мәрте ары-бері жүргіземіз. Сол қайтып бастапқы орнына қайтып келетін болса, бұл компас істеп тұр деген белгі. Одан кейін мынау металл бар жер, магниттік өрісі көп жерлерде істемей қалуы мүмкін. Сол үшін тексеріп аламыз. Істеп тұр ма, істеп тұрмай ма. Солтүстік жақты көрсетіп алды. Солтүстік жақты көрсетіп алғаннан кейін элементтер бар. Табиғи және жасанды деген элементтер бар. Объектілер бар. Сол жерде неге аламыз? Аяққа аламыз. Сол жерге мынаны қарауылды алып барып, сол жерге қаратамыз да қараймыз. Неше градуста тұр? Сағат тілімен өлшеп, сағат тілімен айтамыз. Мысалы, мұнара. Мектептің мысалы мұнарасы қай жерде тұр? Сол жерге апарып мынаны дәлдеп. Сол жерде дәлдеп барып көрсетіп, картаға түсіреміз. Одан кейін сағат арқылы анықтау.
Сағат арқылы қалай анықтаймыз? Сағат арқылы анықтау, сағатты көлденең ұстап, сағат тілі, сағаттың ішінде сағат, минут, секунд бар тілдері. Соның ішіндегі сағат тілі, ішіндегі кішкентай сағат тілін алып күнге қаратамыз. Күнге қаратамыз да сағат 1-ге дейінгі уақыт болатын болса, 11, 12, 10, 9 сол уақыт болатын болса, 1-ге дейінгі уақытта доға сызамыз. Сол доғаның ортасын қақ бөлеміз. Сол жақ оңтүстікті көрсететін болады. Ал сағат 13-тен кейін керісінше сағат тіліне қарсы сызып, ортасын сызып, сол сызған доғамыздың ортасындағы сызып оңтүстікті көрсететін болады. Одан кейін аспан денелері арқылы, күн арқылы. Күн қыс мезгілінде сағат 7-де шығыста болады екен. 13:00-де, 13-те оңтүстікте болады, сағат 19-да батыста болады екен. Ал түн мезгілінде жұлдыздар арқылы, аспан денелері жұлдыздар арқылы. Жұлдыздар арқылы анықтау үшін бірінші 7 қарақшы жұлдызын тауып аламыз. Көзге белгілі, шөміш тәрізді болып тұрады. 7 қарақшы жұлдызын тауып алып, соңғы 2 нүктесінен жоғарыға 5 түзу сызамыз, ойша. Сол 5-ші түзу тұрған жерде темір қазық жұлдызы болады. Темір қазық жұлдызы әрқашан солтүстікті бағыттап тұрады екен. Одан кейін ауа бұлтты болатын болса, қалай табамыз деп ойлайсыздар ғой? Ауа бұлтты болатын болса, ай көрініп тұрады ғой. Ай көрініп тұрса, ай күнге қарама-қарсы болып. Мысалы, түнгі сағат 1-де ай қай жақты көрсетіп тұрады? Қарама-қарсы дедім ғой. Күндіз сағат 1-де күн қай жерді көрсетті? Оңтүстікті көрсетті. Енді солтүстікті көрсетті. Түнгі сағат 7-де, кешкі сағат 7-де ай шығыста болады. Түсіндіңіздер ме? Ал одан кейін мынау жергілікті заттар бойынша. Жергілікті заттарға мысалы ағаш. Ағашты аламыз да, ағаштың қабығы сол жақ беттігі бұжырлау және күңгірттеу болып келеді. Одан кейін мынау кеміргіштер. Кеміргіштер ұясын оңтүстікке қаратып салады. Құмырсқа да илеуін оңтүстікке қаратып салады. Қыс мезгілі болатын болса, қар солтүстік жақтікі қалың болып келеді, ермей тұрады да, оңтүстік жақтікі беттікі жұқалау еріп кеткен. Енді мынау қына мен мүк деген нәрсе бар. Мынау тастың қасына өседі. Тастың әрқашан қай жерінде өседі? Солтүстік жақ бетінде, көлеңкі жақ бетінде қына мен мүк өседі деген. Жалпы түсінікті ма? Ал бүгінгі сабағымыздың арырақ кетеді. Сабағымыздың мақсаты жергілікті жерде картасы бағдарлану арырақ. Сабақтың мақсаты оқушылар жергілікті жерде картасы кең тараған тәсілдерді бағдарлану және өзінің тұрған жерін көкжиек бойынша анықтауды үйрету. Сабақтың міндеттері бағдарлану туралы түсінік беру. Арырақ. Бағдарлану туралы түсінік беру оқушыларға компас көмегімен жергілікті жер бедері бойынша күнмен, аймен, жұлдыздармен бағдарлану туралы баяндау. Арырақ. Сұрақтар: әскери топография дегеніміз не? Жергілікті жер туралы мәлімет, өзіміздің тұрған жер туралы мәлімет, бағдарлану туралы түсінік, жергілікті жерде бағдарлану, көкжиектерді анықтау тәсілі. Қараңыздар, әскери топография, арнайы әскери пән, мынаны. Ол жергілікті жерде зерделеу тәсілдердің ондағы бағдарлану және ұрыс қимылдарының мүддесіндегі жергілікті жерді мынаны жаттап жазып аласыздар. Түсіндіңіздер ме? Сіздерге үйге тапсырма осы болады, арырақ. Бағдарлану туралы түсінік. Жергілікті жерде бағдарлану, яғни бұл көкжиек тұстарына қарай бағытталу. Бағдар деп жақсы айқындалатын жергілікті заттар мен бедер элементтердің қатынасында өз тұрған орнын анықтап, қозғалыс бағыты және нысаналар орындаларын көрсетілуін айтамыз арырақ. Жергілікті жер туралы мәліметтер. Қандай мәліметтер береміз? Мысалы, мынау қандай? Таулы аймақ. Өзіміздің тұрған жеріміз туралы мәлімет беру. Арғарап. Мынау қандай аймақ? Жазықтық аймақ. Арғарап. Мынау қандай аймақ? Орманды аймақ. Көкжиек тұстарының түрлері. Одан кейін тағы бір айтып кететін нәрсе, жергілікті жер бойынша анықтайды. Мысалы, мұсылман мешіті бар ғой.
мұсылман мешіттің төбесінде не болады? Ай болады. Соның ішкі жағы қаяқты көрсетеді? Өтірік соқпаңдар. Құбыла қай жақта? Батыста, иә? Құбыла айдың ішкі жағы батысты көрсетіп тұрады. Ал мына орыстардың церкві бар ғой? Церквінде төбесінде не болады? Крест болады. Соның бір жағы түсіңкі, бір жағы көтеріңкі болады. Көтеріңкі жағы әрдайым қаяқты көрсетеді? Солтүстікті көрсетеді екен. Ары қарай. Мынау Адриан корпусы құрылысы. Мынау күн арқылы, сағат арқылы көкжиек тұстарын анықтау. Ары қарай. Мынау темір қазық жұлдызы арқылы бірінші жеті қарақшыны тауып ал, одан кейін 5 нүкте сызып, сол 5 нүктенің несінде темір қазық жұлдыз тұрады. Мынау айдың фазасы жаңа айтып кеттім. Бірінші 19:00-де ай толады. Ай толғаннан кейін қайтып кішірейеді. Кішірейіп келе жатқан жағында оңтүстікте айдың бірінші бөлігі 19:00-де оңтүстікте, 1:00-де батыста, 7-де көрінбейді екен. Ал толған кезде, айға да қарауымыз керек, толған кезде. 7-де шығыста болады, 1-де, түнгі 1-де оңтүстікте болады, 7-де батыста болады екен. Ал соңғы ай бөлігі кішірейіп келе жатқан кезде 19:00-де көрінбейді екен, 1:00-де шығыста болады, 7:00-де оңтүстікте болады екен. Осын жаттап аласыздар. Енді сіздерге бүгінгі сабақ бойынша видеомыз бар. Қысқаша көріп өтейік. Түсінбеген жерлеріңізді сол жерден түсінеміз. Сұрақтан алыңыздар. Сұрақтан алыңыздар. Дайындалыңыздар сіздер сұраққа. Орналасу орны белгілі. Дайындала беріңіздер Кез келген объекті. Бәріміз мына жаққа қараймыз. Видео қараймыз. Түсінбеген жеріміз. Бұны жергілікті заттардың өзара орналасуын анықтау арқылы өз орнын табу және белгіленген немесе нұсқалған бағытты ұстап жүру. Бағдарлану мәнінде жергілікті жердегі бағдарды таңдай алу және оларды керек бағытты нұсқаушы маяк ретінде пайдалана білу. Жергілікті жерде кез келген сызықтың бағыты горизонталь бұрышпен анықталады. Горизонталь бұрыш басты бағыт етіп қабылданған сызық пен белгілі бағыттың арасында қалады. Басты бағыт ретінде қабылданатындары мыналар. Жергілікті жердегі орналасу орны белгілі кез келген объектінің бағыты. Компас арқылы анықталған магниттік меридиан бағыты. Аспан шырақтары арқылы анықталған бағыт. Әскери топография дегеніміз не? Жерлерді зерттеу және әскери операциялар жоспарлау. Дұрыс па? Жергілікті жерді зерделеу, әскери операцияларды жоспарлау. Дұрыс. Келесі, дайын. Осаңыздар. Оқу үйренішін бастапен. Әскери топографияда рельефтің маңызы қандай? Рельефтің маңызы қандай? Әскери топография. Шабуылшы маңызы. Қорғаныс пен Шабуылшы маңызы. дұрыс па? Қорғаныс пен шабуылшы маңыздар. Отыра қойыңыз. Келесі. Оқу үйреніші балда әскери топография қандай бағыттар өлшенеді? Азимут және бұрыштар. Азимут және бұрыштар. Дұрыс. Келесі. Дайын боласыңыз. Жауап беріңіз. Оқу үйреніші. Оқу үйреніші еместік. Қандай құралдар топографияда қолданылады? Компас. Бес. Қандай? Бес. Нивеллер. Келесі. Масштаб дегеніміз не? Картаның шынайы өлшемдерге қатынасы. Масштаб дегеніміз картаның шынайы өлшемдерге қатынасы. Кішірейтілген бейнесі. Оқу үйреніш Аманқұл. Топографиялық картада қандай ақпарат болады? Оларда рельеф, жолдар, су қоймалары туралы. Келесі. Айтыңыз. Оқу үйренуші Елухан. Аэрофотосуреттер қандай ақпарат береді? Жер бетінің жоғарыдан көрінісін көрсетеді. Жер бетінің жоғарыдан көрсетеді. Сіздерге айта беріңіз. Оқу үйренуші Сапарбек, яғни картада су көздері қалай белгіленеді? Су көздері картада көп күшпен белгіленеді. Оқу үйренуші Мұхан.
географиялық координаталар қалай анықталады? Ендік және бойлық. Ендік және бойлық деп анықталады. Барлығын жауап бердік. Топографиялық картаның міндеті қандай әскери операциялар жоспарлауға көмектеседі? Енді сіздерге тапсырма. Мынау қағазды алыңыздар. Компастар ма тағы? Мына алдарыңызда тұрған компас. Компасты қалай пайдалану керектігін айттым ғой. Бірінші, мынау солтүстік бетті таңдап аламыз. Солтүстік бетті мына жерде жазылған. S деген тұр ғой, S. Сол жақты қойып, солтүстік бетті таңдап аламыз. Сіздерге мынау компас, мынаның ортасына қойыңыздар. Бұны өзіміздің тұрған орнымызды белгілеңіздер. Біреуіңіз өзіңіздің тұрған орнымыз деп қара нүктемен белгілеп қойыңыздар. Сол жаққа енді мына компасқа қарап тұрып сызық сызасыздар. Компасқа қарап тұрып сызық сызасыздар. Өзіміздің тұрған орын деп белгілеңіздер да қара нүкте қойып, қай жерде тұрсыңыздар. Кез келген жерге тұрып, өзіміздің тұрған орын деп белгілеңіздер. Енді мен өзіміздің тұрған орнымыздан 600 метр жерден батысқа қарай батысқа қарай емес 600 метр жерден солтүстікке қарай 600 метрде жеке үй деген тұр. Жеке үйдің суретін сызасыздар, 600 метр қылып, жеке үйдің суретін сызасыздар. Солтүстікке қарап, өзіміздің тұрған жерден солтүстікке қарап. Одан кейін батысқа қарай 300 метр жерде ұялы байланыс. Батысқа қарай. Батысқа аяқта, шығысқа аяқта сол жақты бірінші тауып алыңыздар. Батысқа қарап 300 метр жерде ұялы байланыс. Ұялы байланыстың суретін сызасыздар. Оңтүстікке қарай 500 метр жерде жол қиылысы деді. Соны неге сызыңыздар? Белгілеп сызыңыздар. Арасын қосып, айтқан жермен ана жердің арасын қосып, сол жерге жазып қойыңыздар. 600 метр, 300 метр, неше метр екен жазып қойыңыздар. Өзіміздің тұрған жерді бір нүкте қойып қойыңыздар. Енді сіздерге градус деп айтқан жоқтым, оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп айттым. Сол күйінде сызасыздар. Өзіміздің тұрған жерде солтүстікке қарап тұрған жерді белгілеп алыңыздар. Арасын қосып неше метр екенін жазасыздар. Өзіңіздің тұрған жеріңізді нүктемен белгілеңіздер да, арасын қосып неше метр екенін жазасыздар. Кейін тұрған орын қай жерде тұрып белгілеріңіздер, сол жағын мұқият ескеріңіздер. Арасын қосып метрін жазыңыздар. Бола қойыңыздар. Босаңыздар, дайынбыз деп айтыңыздар. Ол сурет бітейіп, сіз баяқ несін белгілі болса, жазып қойыңыздар. Төбесінен мұнара. Батысқа қарай 300 метрге ұялы байланыс. Батыс, шығысты мұқият. Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Дұрыс сызбасаңыздар, мәлімдеп атқан адамды адастырып жіберулеріңіз мүмкін. Болдық па?
Дайын болсаңыздар, дайын деп айтыңыздар. Бол тез. Болды, аяқтаймыз. Болды, аяқтаймыз. Сіздерге бұл үйге тапсырма, мұқият, өзіміздің тұрған жерімізден мұқият айтып келетін боласыздар. Қанша метр жерде мынандай нәрсе орналасқан, батыста, шығыста, неше метр жерде орналасқан. Болды, доғарамыз. Болды, доғарамыз. Бүгінгі сабақ түсінікті ма? Бірінші топ, екінші топқа қорытындылау үшін сұрақ береміз. Бірінші топ, беріңіздер. Тез. Өткен сабақтар бойынша бере берсеңіздер болады. Бүгінгі сабаққа қатысты бере берсеңіздер болады. Тез. Бар ма сұрақ? Екінші топ, бірінші топқа қоя беріңіздер. Топографиялық картаның міндеті қандай? Жауап береміз. Бірінші топ, бар ма сұрақ? Жауап бар ма? Үйренуші Елухан әскери желілерді және әскери операциялар жоспарлау. Дұрыс па? Дұрыс, міне. Сіздер қойыңыздар, екінші топ. Картада не көрсетіледі? Бар ма жауап? Жолдар, су қоймалары, белгілерді. Дұрыс па? Дұрыс. Тағы бар ма сұрақ бұяққа? Ал, сұрақ жоқ болса, сіздерге үйге тапсырма. Көкжиек әскери топография дегеніміз не? Көкжиек тұстарын не арқылы анықтаймыз? Жер бедерлері дегеніміз не? Одан кейін мынау өзіміздің тұрған жерден жаңағы айтқан не бойынша мына картаны сызып бересіздер. Одан кейін әскери топография туралы бір конспект жазып маған тек өткізесіздер. Бүгін сабақ түсінікті ма? Қызықты болды ма? Зотты! Сау болыңдар оқу жүрушілер. Сау! Біртіндеп шығамыз. Кітаптарын бәрін жинап алып. Компастарды беріп кетіңдер. Бәрін алып кетіңіз. Кітапын алып, менің бәрін алып кетіңіз. Молдабек Марат ағайымыз. Жалпы, және кіріспенерде басталғаннан дайындық жақсы деп алам. Топтық жұмыстары жалпы оқушылардың бомбыры бәрі қатысы, бәрі ағылғанға енді ұйымшылық жағынан бәрі қатысы, тек қызықтырып нелерді тұру әдістерді пайдаланды. Жақсы. Жақсы өтіп. Айселиев Арман ағайымыз. Саламатсың, құрметті әріптестер. Қалада райдың өзі жақсы маман ғой. Бүгін сабағын жақсы деген болады. Негізі кемшілікті түсінбейді. Мына жерде оқушылардың бір қазіргі несіне оқушылар телефонын қолдануға болды. Телефонында компас болса, компас қолданып, одан кейін үйге тапсырма береді, компас жоқ, үйде істей алмайды сол. Үйдегі телефонмен деп айтып жүрген сәт. Осы жағын бір түсініп кетесінші. Мен мына неге көп нәрсе дайындағым, бірақ тура осы актив залдың ішінде интернет ұстау несі өте төменді. Болмаса мына төменде үшінші неде, мына неден жаңағыдай тест сұрақтары, не сұрақтары мына неден өтеміз. Қарапайым нәрселер. Қазір заман талабына сай немен өтетінен Барысы аз жақсы қатысу. интернет аз болғандықтан Жаңағы береді. жақсы. Сен ақтанбасай тұра берсей. Жоқ, мына айтып нәрсе. Молдабек Марат ағайымыз. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Бұл сабағын көрдік, өте тамаша керемет болды. Балалардан алда сұрау жауап берген шығарып қандай тамашада өте тамаша орындалған. Мына жерде сұрақтардың бәрі балалар жауап беріп отырды. Басында да аяғында да жауап беріп отыр. Мен өте тамаша ұнады, өте тамаша деген бар қоймаймын, тамаша 5 болыңыз. Жақсы, ұнады, өте жақсы. Анада жақсы, өте жақсы. Басында балалардың
балдардың немесін көңіл көтеріп қойды. Біздің де көңілімізді көтеріп қойды. Концерттің өзі бағдарламасын 2024 жылы ең үздік әскери жетекшілер номинациясын алған болдық. Өте жақсы деген бар. Ал достық мектебіне Самат Көзжан ағайын. Бүгінгі қанағында 2025 жылдан атай кешенlerine жеткенше Талғат ағайымыздың сабағына қазір барлығымыз қатысуына көрдіңіз. Талғат ағайымыз тәрбиедегі мамандардың біреуі. Аудан көлемінде, облыс көлемінде марапаттамалар алып келе жатқан жақсы военнорлардың біреуі. Құда қаласының сабағына келетін болсам, сабағын ұйымдастыру келгені барлығы одан кейін оқушылармен жұмысы барлығын оқушылардың барлығын қамти білді. Оқушылардың барлығы сабаққа толық қатысты өздерін көрдіңіз ғой өздерін. Жаңағы мәлім айтқандай сұрақ жауаптардың барлығына толық жауап берді. Видеороликтерді көрсетті, өзі былайша түсіндірді. Мен өте жақсы деген баға беремін. Осылай Ерлан ағайын. Құрметті әріптестер, енді алдындағы ағаларымыздың бәрі өте жақсы деген баға беріп кетіп жатыр. Енді тәкеңнің сабағына өз ойымды айтатын болсам, өте ұйымдастырушылығы жақсы ұйымдастырылды, балдар білімі жақсы, қысқа нұсқа мен өте жақсы деген баға беремін. Қандай баға болды? Өте тамаша. Ал тәке, бүгінгі сабағымызға әріптестеріміз өте жақсы деген баға беріп жатыр. Бірақ көпшіліктің өте жақсы қолдап жатыр. Қызметіңізге шығармашылық табыстар тілейміз. Бұланда биік белесте бағындыра беріңіз. Кеше ауданның атынан облысқа барып қатысып, жүлделі орындар алып қайттыңыз. Рахмет. Қанша жігіттерге мен жаздым, ішінен шығатын жігіттерде болған жоқ. Барысыда келмес, бірақ тәкенің өзі бастап барып қатысып қайтты. Рахмет. Ал. Жөндеу жұмыстарын жүргізіп жіберейік, құрметті әріптестер. Горький мектебі Абаев баласы дейді. Жақсы, енді әкесіне жақсы тұрамыз. Баласымызды жақсы көретінімізді емейлеміз. Мен өзімдің, мәнде Ақсата өмірден алыстардың жақтан келетін жақсы. Сіз алсаларын шығармыз деген ойдамыз. Құрметті әріптестер. Біздер білім бөліміне қарайсыздар, және де қорғаныс істері орта әскери. Тәкеңе Құдай қаласа сәтті жақсы өтті сабағымыздың. Ұйымдастыру жағы, балдардың дайындық жағы, бәрінде жақсы деген баға береміз. Құдай қаласа шаршамаңыздар. Бізде кішігірім бір алыс тартымыз бар еді. Бұл жерде әскери оқу орнына және әскери қызметке балдарды телефонда отыру емес, ертіп келген әскерге. Мына балам мен әскерге жібердім. Әскерге кеткенше соң контрольдаған кісілер бар арасында. Өздеріңіз білесіздер, кімдер екенсіздер да? Мына жерде айтып өтейін енді. Құрметті Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жоғары әскери оқу орындарына 2023-2024 оқу жылында үгіт-насихат жұмыстарына үздік нәтиже көрсеткеніңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта тәуелсіз Қазақстанның өсіп өркендеуіне өз үлесіңізді қоса беретініңізге сенімдімін. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға көп береке тілеймін. Жетісай және Мақтаарал аудандары қорғаныс істері жөніндегі бөлімі бастығы подполковник Айбек Жұмабекович Қалу. Құрметті Оралов Ержан Келдебекович. Ne қарай? Сен бейіп сүресің, бұл атқаратпай алдың деп. Дәл осындай мәтінде құрметті Алиев Таңат Тәттібаевич. Түркістан деген
Қазақстан Республикасының қызмет етемін. Құрметті Мамыров Мураталы Сапарович. Құрметті Түйебаев Инасил Юсупович. Құрметті Райымбеков Айдархан Майдарович. Құрметті Наркозиев Бердалов Құрманалиевич. Групповой, бәрін, давай. Енді мынау алғыс хат. Үздік әскери жетекші 2024 облыстық байқауына қатысып, танытқан ынта жігері, жауапкершілігі мен белсенділігі үшін Керкенбаев Талғат Жасұзакович марапатталады. Түркістан облысы қорғаныс істер жөніндегі департамент бастығы Турабай. Сіздікі қорғаныс істер департаменті болды ғой. Екінші тағы марапат бар. Түркістан облысының білім басқармасының білім беруді дамыту орталығының Түркістан облысының алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні мұғалімдердің арасында өткен үздік әскери жетекші 2024 байқауының облыстық кезеңіне белсене қатысқан үшін Керкенбаев Талғат Жасұзақұлына алғыс білдіреміз. Орталық директоры Бақытжан Төлімбет. Бүгінгі семинарда да өте жақсы деген баға алып жатсыз. Оған дейін де мына облысқа барып өзіңіздің тәжірибеңізді көрсетіп, осы жерде алғыс хаттар келіп жатыр екен. 2024 пен 2025-те алғашқы семинарды өзіңіз бастап, осы жерде де биік белестерді бағындырып жатсыз. Мына шығармашылық табыс тілейміз тәке. Жаңа жылда жақсы жыл болып келе берсін, жақсылыққа толы болсын, семьяда бақытты болыңыз. Ал, құрметті әріптестер, сұрақтар бар ма? Жоқ. Сіздерде ше?